сонымен бүгін біз сіздермен бірге зат мөлшеріне байланысты есептерді шығарып көрсететін боламын. Бүгін Құдай қаласа сіздер не істейсіздер? Есеп шығарып үйренетін болса. Алдыңғы сабақтарда сіздер бірінші, екінші сабақта не істедіңіздер? Формула тауды үйреніңіздер, екінші сабағында уже реакция теңдеуін жазып үйрендіңіздер. Құрметті оқушылар, сіздердің білесіздер, өздеріңіз әрқайсыңыз кураторларыңыз бар, сол 30 оқушы бар группада білесіңдер, сол кураторларыңыздан не істейсіздер? Түсінбеген жерлерді сұрайсыздар. Яғни не түсінбей жатсыңдар, соны міндетті түрде сұраңыздар. Мысалы, сен теңестіруді түсінбей жатсың ба, оны да сұра. Егер сен теңестіру білмесең, бүгінгі сабақтар сен үшін қиын болады. Жарай ма? Қазір мен сендерге сразу айтайын, егер сен бірінші, екінші сабақты дұрыс түсінбеген болсаң, енді бірінші сабақты түсіну вероятность өте үлкен, ал екінші сабақта мүмкін сен жаңағыдай кейбір заттарды түсінбей қалатын болсаң, онда бүгінгі сабақ саған сәл қиындау болуы мүмкін. Реакция теңдеу жазу бойынша сәл қиындау болуы мүмкін. Сондықтан да бұл сабақтан кейін не істейміз? Сразу реакция теңдеулерін жазып, дұрыстап үйреніп алыңыздар. Апайларыңыздан сұраңыздар. Мен сендерге айтайын, бұл алғашқы сабақтарды сіздер жақсылап тұрып үйреніп алатын болсаңыздар, Құдай қаласа алдағы уақытта ары қарайғы сіздердің келесі қадамдарыңыз оңай болатын болады. Жақсы ма? Сразу келісіп алайық, мына жерде комментарийға мен сұрақ қойған кезде ғана ответ жазсаңыздар, өйткені көбісі жазылып кетеді да, и потом оқушылар түсінбей жатады, не болып жатқанын. Жарай ма? Жақсы, мен заправить етіп алдым өзімді. Сонымен сабағымызды бастайық. Сонымен бізде зат мөлшері. Зат мөлшері деген ол бізде зат мөлшері деген кезде біз не нәрселерді елестетеміз? Енді сендер мектептен бері білесіңдер, зат мөлшері туралы кішкентай болсын ілімдерің бар. Сондықтан мен енді сразу бастай берейін. Мектепте сендерді зат мөлшерін немен моль деген затпен жазып үйреніңдер. Моль дедіңдер. Өлшем бірлігі ол бізде моль деген есептеледі мольмен. Ал енді таңбасы бізде қандай? Бұны біз n деген әріппен жазамыз. N деген әріппен жазамыз, немесе new деген әріппен тоже жазуға болады. Енді бұл зат мөлшеріне байланысты бізде 3 формула бар. Сол 3 формуланы жақсылап біліп алу керек. Бізде n тең масса бөлінген mr. Екінші, n тең v бөлінген vm. Үшінші формула n тең не болады? Ол бізде n бөлінген na. Мен сіздерге қазір барлығын түсіндіріп өтейін. Жалпы бұл жердегі m дегеніміз не, mr дегеніміз не, na дегеніміз не, и сонымен қатар жаңағы біздің мына жерде тұрғанымыз не, m дегеніміз не екенін мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Енді масса, мынау бізде m дегеніміз ол бізде масса, мынау бізде масса. Басқа немен белгілейші. Мынау бізде массаны білдіреді. Білмейтін болсақ, мына жерге жазып қойсаңыздар болады өздеріңіз. Мынау бізде масса. Мынау бізде массаны білдіреді. Бұл бізде грамм, килограмм, тоннамен белгіленеді. Мынау бізде малярлық масса, білесіңдер, Бұл бізде малярлық масса. Соны сөйтіп жазып қойыңдар сразу ше, чтобы ертең түсінбей қалмай үшін. Ал мына жерде отырған ол бізде көлем. Көлемді білесіңдер, ол v деген әріппен жазылады. Ол бізде болуы мүмкін литрмен болады, миллилитрмен болуы мүмкін, тоже сантиметр кубпен болуы мүмкін деген сияқты. Мына жерде vm деп отырғанымыз, ол бізде қалыпты жағдайдағы, яғни қж деп айтамыз, қалыпты жағдайдағы көлем. Ол бізде 22,4 литр бөлінген моль. Ол бізде тұрақты шама. Келесі біздегі үшінші формула, ол бізде мынау бізде екінші формула. Мынау бізде бірінші формула, Осы жердегі n-іміз ол бізде бұл санын білдіреді, яғни количествосын. Мысалы, білмеймін, бір оқушы, екі оқушы деген сияқты, үш оқушы бар деген сияқты, сол сияқты білдіреді да. Бірақ бұл жерде ненің санын білдіреді бұлар? Бұлар болуы мүмкін, атомның саны болуы мүмкін, ионның саны болуы мүмкін, немесе молекуланың саны болуы мүмкін екен. Молекуланың саны болуы мүмкін. Ал мына жерде тұрған na дегеніміз ол не дейтін болсаңыздар, бұл бізде Авогадро саны. Бұл да тоже атом, ион, молекула саны көрсетеді. Бұны біз бірақ Авогадро саны деп атаймыз. Авогадро саны. Бұл бізде тоже тұрақты шама 6,02, оның 23 дәрежесіндегі молекула атом сандары. Енді сендерде ол қай кезде атом саны болады, қай кезде молекула саны болады, сол туралы айтылады ол сабақтарда. Жақсы ма? Әзірше осы 3 формуланы есте сақтап алыңыздар. 3 формуламыз бар әзірше біздің.
мінекей мынау біздің формула, и мынау біздің формула, и мынау біздің формула. Енді формуланы түрлендіру туралы білетін шығарсыңдар, иә? Формуланы түрлендіру дегеніміз ол не? Мысалы, мына жерде мына теңдеу бойынша біз массаны қалай табамыз? Мысалы, масса тең мына формула бойынша n көбейтілген mr болады бізде. n көбейтілген mr. Оны мен қалай таптым десеңдер, сендерге жалпы кішкентай лайфхак ретінде айтайын. Енді араларыңызда шынымен де болады. Сондықтан оларға бұлай істесеңдер болады. Мысалы, n тең масса бөлінген mr ғой. Мынаны, допустим, бір 6 деп алсаң, мынаны бір 3 деп алсаң, мынау mr-ді, иә? Мынауың сен неше шығады? 6-ны 3-ке бөлсең, ол 2 шығады ғой. Ал енді саған m-ді тап деп атса, значит 6-ны тап деген сөз ғой. Значит сен 2 мен 3-ті көбейтесің, яғни mr мен n-ді көбейтесің деген сөз. Жақсы ма? Жалпы формуланы түрлендіруді, мысалы, көп формулалар болады, кейде соны оқушылар түрлендіре алмай жатады. Вот сол кезде санмен қойып есептейтін болсаң, сандарды қойып, вот сол кезде не істейсің? Осы формуланы түрлендіруді дұрыс шығаруға болады екен. Келесі мына жерде енді тура сондай болады, ол жерде де v тең n көбейтілген vm. Ал мына үшінші формулада бізде не болады? Молекула санын қалай табамыз екен? n көбейтілген na. Мінеке бүгін бізге керекті осы 3 формула, осы 6 формуланы біліп алсақ жетеді деген. Енді қарап тұрсаңыздар, мына жерде мына формулаларды бірінші, екінші деп жазып қойық, сандар қойып қойық осыларға. Мынаған 4 деп қойық, мынаған 5 деп қойық, мынаған 6 деп қойық, иә? Енді қарап отырсаңыздар, осы жерде бірінші, екінші, үшінші формулаларды не біріктіреді? Бірінші, екінші, үшінші формулаларды не біріктіреді? Бұлардың барлығын не біріктіріп тұр? Барлығында зат мөлшері бар. Сонда сен былай істесең де болады да, мысалы. Барлығында зат мөлшері болғандықтан. Мысалы, былай істеуге болады. Масса бөлінген mr тең болады v бөлінген vm деуге болады. Неге? Өйткені екеуінің де не зат мөлшерлері бірдей таң ба? Яғни екеуінде де зат мөлшерін табуға болады екен. Түсінікті ма? Сол сияқты мына жерде де былай істеуге болады да. Мысалы, масса бөлінген mr не n бөлінген na деуге болады. Көрдіңіздер ма? Осылай жасауға болады. Немесе там v тең vm тең n бөлінген na деуге де болады. Былай қарап тұрсаңда барлығы не істейді бір-бірімен осылай теңестіруге болады. Жақсы ма? Кеттік дальше. Енді қараңдар, бізде есептерде қалай болады? Біздің есептерде былай сұрайды. Біздің есептерде былай сұрайды. Мынандай бір есеп бере салуы мүмкін. Мынандай бір есеп береді, мысалы. Бүйтеді. 22 грамм көміршіл газдың зат мөлшерін тап дейді. Енді берілген жазайық, берілгені не берілген бізде? Көміршіл газының массасын берген. Масса көміршіл газының формуласын жазамыз. Жақшаның ішінде SO2 дейміз, тең 22 грамм дейді. Не тап деп жатыр бізге? Сол газдың зат мөлшерін тап деп жатыр. Зат мөлшері дегеніміз ол n, ол n SO2 не дейміз? Сонда бізде мына жерде не бар бізде? Зат мөлшері берілген, значит, зат мөлшері берілсе, біз қай формуланы қолданамыз? Яғни бірінші формуланы қолданамыз. Яғни ол жерде масса бар еді ол бізде n тең масса бөлінген mr дегеніміз бар еді. Вот осы формулаға салсамыз болды. n тең массамыз 22, ал енді mr дегеніміз ол бізде ненің mr-і? Ол SO2-ның mr-і. Енді SO2-ның mr-і ол қанша болады? Оны сендер алдыңғы сабақта тауып үйрендіңдер, яғни 12-ні қосасыңдар, 16 көбейтілген 2-ге, яғни 12 осы 16 тең 44 болады. Сонда 22 граммды біз бөлеміз нешеге? 44 грамм бөлінген мольға. Бұл бізде не шығады? 0,5 моль шығады екен, мінекей. Қалай? Қиын ба? Вот осылай шығарамыз есепті. Енді келесі есепті қарасаңыздар, берілген жазайық, міндетті түрде берілген жазу керек па, сонда ғана бізге не түсінікті болады есеп. Берілген не дейді? Берілгені бойынша массасы берілген, ненің массасы тоже SO2-ның массасы берілген, бірақ 11 грамм екен, 11 грамм. Бізге не сұрап жатыр? Көлемін сұрап жатыр екен. V тең көлем. Ненің көлемі? SO2-ның көлемі. SO2-ның көлемі. Енді бізде мына жерде не нәрсе беріліп тұр? Бізде масса берілгендіктен бірінші формула бойынша, яғни бірінші формула бойынша бізде мынау, бізде мынау. Бірінші формула бойынша осы, яғни n тең не дейміз? 11 бөлінген 44 дейміз. Неге 44? Өйткені SO2-ның
мр ол, мына формула салған кезде, ол бізде қанша болады? 0,25 моль болады екен. Енді қараңдар, біз зат мөлшерін тауып алдық қой бұның. Зат мөлшерін тауып алдық. Бізге не сұрап жатыр бұл? Көлем сұрап жатыр. Біз көлемін қай формуламен табамыз? Главный біз зат мөлшерін тауып алсақ болды. Бұл жерде біз көлемін 5-ші формуламен табамыз. Қараңдар. 5-ші формулада бізде не деп тұр? В тең n көбейтілген Vm деп тұр. Тура осы формуланы мына жерде не істейміз? Көлемін таба саламыз болды. Мінекей. В тең не болады? Енді n тең n көбейтілген Vm. Vm бізде тұрақты шама, ол 22-де 4 деген. Сонда біз 0,25-ті көбейтемін қаншаға? 22-де 4-ке. Ол менде қанша болады? 5-те 6 литр болады деген. Көрдіңіздер ма? Так, мына жерде түсінікті ғой, мына 0,5 қайдан шыққаны, мына жоғарыдағы 0,25 қайдан шыққаны, бұл калькуляторға саласыңдар ғой, сендерде енді периодтық сендерде ОБТ-да беріледі ғой, вот сол жерде сіздерде осымен шығарасыңдар. Яғни 22-ні 44-ке бөлесіңдер, ол 0,5 моль болады. Тура сол сияқты мына жерден екінші есеп қой, мынау бізде бөлек есеп. Бұл жерде 11-ді 44-ке бөлесің, ол 0,25 моль шықты. Міне зат мөлшерін тауып алдық. Бізде зат мөлшері шықты. Енді осында бізде не сұрап жатыр, бірақ бізде көлемін сұрап жатыр да, ал көлемін табудың формуласы ол біз 5-ші формулаға саламыз. 5-ші формулаға саламыз. Сол арқылы не істейміз? Міне көлемін таптық, ол бізде зат не болды? 5-те 6 болды. Яғни бізде, қараңдар, главный не тауып алу керекпіз? Зат мөлшерін тауып алсаңыз болды. Кез келгенін несе көлемін, массасын, атомдар санын табуға болады екен. Бұл жерде пропорциямен тоже шығарсаңыздар болады. Пропорциямен де шығаруға болады. Давайте, келесі есепті тура осындай шығару жоллары примерно ұқсайды. Берілген жазалайық, давайте дәптерге берілген жазыңдар сендер. Берілгені деңіздерді, берілген жазыңдар, болған соң плюс қойыңдар, 2 плюс тез. Мен берілген дұрыс жазаласыңдар ма, жазамайсыңдар, соны бір тексерейік. Бірінші берілген жазу өте маңызды. Сосын ары қарай көрінеді, не керек емес екен, тең СО2 тең неше? 5-те 6 литр екен. Қараңдаршы, 5-те 6 литр екен, не тап деп жатыр? Бізге масса тап деп жатыр. Ненің массасын? Масса СО2. Енді қараңдар, бізде не беріліп тұр? Мына жерде көлем беріліп тұр. Көлемнің данылары берілген, дұрыс па? Значит, біз бұны екінші формуламен шығарамыз. Екінші формула, дәптертерді ашып қараңдар. Бағана мен сендерге айттым. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші деп жазып қойыңдар дедім. Жазбаған болсаңыздар, мінекей жазып алыңыздар қазір. Тез, давайте. 6 формула жазыңдар ғой басында. Тура солын жазып алыңдар. Мінекей мен 6 формуланы болса жазып қойған міне. Мынау бізде 1-ші формула, 2-ші формула, 3-ші формула, 4-ші, 5-ші, 6-ші. Сандарын қойып алыңдар. Бағана 6 формула жазыңдар ғой. Немесе скрин жасап алсаңдар болады. Кеттік ал. Сан қойып қойған болсаңдар, кеттік. Значит, бізде екінші формулада қандай еді? N тең V бөлінген Vm. Мына жерде мен бағанағы бірінші формуланы қоймаймын. Неге бірінші формуланы қоймаймын? Өйткені мына жерде бізде масса емес бұл, көлем. Көлемге қатысты формуланы қоямын да. Сонда 5-те 6 литрді мен бөлемін. Vm бізде тұрақты шама, ол ешқашан өзгермейді. Бөліп қарайсыңдар. Сол кезде бізде не шығады? 0,25 моль шығады екен мінекей. 0,25 моль. Көрдіңіздер ма? Енді қараңдар, біз зат мөлшерін тауып алдық қой. Дұрыс па? Зат мөлшері бізде қанша шықты? 0,25 моль болды. Мінекей, 0,25 моль. Енді біз масса табу үшін қай формуланы қолданамыз? Ол үшін біз 4-ші формуланы қолданамыз. Бізде масса табудың формуласы мынау еді бізде. Төбедегін қараңдар, n көбейтілген mr деп тұр. Значит, 0,25-ті көбейтемін қаншаға? mr-ға. СО2-ның mr-іміз бағана тауып қойдық. Естенді бар болса. Ол қанша еді? 44 еді. Мұны 44-ке көбейтесіңдер. Сонда қанша болады? 11 грамм шығады екен мінекей жауабы. Қатты ауыр тиіп жатқан жоқ па? Ауыр тиіп жатқан жоқ па? Жандарым сол, молодцы. Сенде түсінген сайын мен андай шабытым ашыла береді.
Ал түсінбеген адам үшін менде вообще шабытым қатты ашылады оларға ше. Өйткені ана түсінбей жатады да, мен оған түсіндіремін. Ол үшін түсіндіру үшін мен ана басқа подходтар іздеймін да. Осындай енді ағайларың біртүрлі енді, не істейсіңдер. Кеттік ал. Келесі төртінші есепте тура осындай, уже түсініп қалған шығарсың деген ойдамын, иә? Екінші, төртінші, бесінші деген формулалар. Келесі не дейді? Зат мөлшері 0,1 моль көміршіл газдың молекула саны дейді. Давайте берілген жазайық. Тез жазамыз. Тез. Енді Құдай қаласа сіздерге есеп беру басталады. Есептің көкесі енді болады. Сосын оқушылар сендерге айтайын бар ғой, мысалы, допустим, әр сабақта, мысалы, болады ғой, иә, мысалы, бүгін үшінші сабақты өттік қой, үшінші сабақ өткен кезде примерно мен сендерге бір 80 есеп берсем, сол 80 есептің хотя бы 20-сын бүгін шығарып тастаңдар да, қалғанын ертең шығарыңдар. А бізде келесі сабақ ар күні болады ғой, сондықтан да ертең мысалы 50 есеп шығарып қойсаң, 50 емес, давайте 30 есеп шығарсаң, бүгін 20, общий қанша болды? 50 болды да, әр жағында 30 бар. 30-ды жаңағы арғы күні шығарсаң болады. Вот осылай өздеріңді қинатпай, сөйтіп бәрін үлгерсеңдер болады ғой негізі. Так, кеттік ал. Берілгені бізде не болды? Сонымен берілгені зат мөлшері бізде СО2. Ол бізде не болады? 0,1 моль. 0,1 моль. Молекула саны тап дейді, яғни N тап деп жатыр бізге. Енді бізде уже зат мөлшері белгілі ғой. Белгілі болғандықтан сразу біз не істейміз? Бұны 6-шы формулаға саламыз. 6-шы формула бізде не еді? N тең N көбейтілген NA еді, NA. Соған саламыз. Яғни 0,1-ді көбейтемін 6,02, оның 23 дәрежесіне. Сонда менде ол 0,602, оның 23 дәрежесі болады. Енді қараңдар, осы шыққан не? Мынау бізде енді шықты ғой. Осылай шықты ғой бәріқтан, не? Бәрінде дұрыс. Так, кеттік. Осы шықты ғой, иә? Бірақ сендерде есепте бұлардың жауаптары, мыналардың жауаптары сәл басқаша беріледі. Осылай 0,602 деп те беру мүмкін, немесе оны былай да беріледі. Бұны біз былай жазсақ та болады. 6,02, оның 22 дәрежесі деп жазамыз, бірақ. Мынау 23 емес, 22 болады. Яғни мына жердегі үтіріміз алға, яғни артқа қарай жылжитын болса, онда дәрежеміз де кішірейе бастайды. Жарай ма? Вот осы нәрсені тоже ескеріңіздер. Егер де ол керісінше болса, мысалы 60-2, оның 23 дәрежесі болса, ол кезде уже үтір алға қарай жылжығандықтан мынау не дәрежемізде көбейеді. Осы нәрсені тоже не істейін ескеріңдер, өйткені сендерде көп жауаптылықтарда ше, екі жауапта болуы мүмкін ше, мына жауапта тұрады сендерде, и мына жауапта да тұрады да. Біреуінде 22 дәрежесі, біреуінде 23 дәрежесі. Осы дәрежелерін өзгерту бойынша тоже не дұрыстап түсініп алсаңыздар екен деген ойменде. Скрин жасаусыңдар болады. Жарай ма? Негізі оны білесіңдер ғой, мен сонда да қайталау үшін айтып жатырмын ғой, сендер негізі көп нәрсе білесіңдер ғой. Мен просто қайталап кетемін ше. Мына жерде бізде не болды? 60 болды, мына жерде дұрыс па? 23 дәрежесі еді. Өтір мына жерге жылжығандықтан алға қарай. Сондықтан мынау несі не болып кетті? 24 дәрежесі болып кетті да, мына жерде. Ай, молодцы. Енді сендерге айтатын нәрсе, біз енді осы зат мөлшеріне байланысты есептерді мен өзі 5 типқа бөліп қарастырамын. 5 типқа, яғни 5 тип дегеніміз ол не? Яғни ұбт-да кездесетін 5 түрлі есептің шығару жолдарын көрсетемін. Яғни осындай типті есептер өте көп кездеседі. Яғни оны сен егер жақсылап біліп алсаң, органикада, яғни биорганикада да тура сөйтіп шығарсаң есептің барлығы шығады. Бұл есептерді білу арқылы сен уже шығымдарды дұрыс шығарасың, алюмнің есептерін дұрыс шығарасың, ерітіндінің есептерін дұрыс шығарасың, жарай ма? Сондықтан бұл кәдімгі есеп шығарудың кәдімгі фундаменті десек те болады, иә? Кеттік. Келесі бірінші типтің есебі, мен 5 типке бөлем деп айттым ғой, енді бірінші типтің есептері қандай болады десеңіздер, ол қазір ғана шығарған есептілер, олар бізде негізі бірінші тип. Бұл бізде былай болады. 22 грамм көміршіл газдың моль саны дейді, енді бұл жерде тоже берілген жазып, жазатын болсаңыздар, біз бағана бұны шығарып қойдық негізі, сонда жазылайын. Бізде зат мөлшерін сұрап тұр, ал бізде зат мөлшерін табатын формуланы білесіңдер, ол бізде бірінші формуламен табылады. 22-ні бөлесіне 44-ке, ол 0,5 болады. Жауабы бізде нәтижеде В болады. Келесі,
келесі есеп мысалы 2. Давайте 2-ні өздерің шығарып көріңдер. Берілгенін жазып, молекула санын табу керек екен. Давайте. Жарай ма? Берілгенде не болды сонымен бұл жерде? Массасы берілген екен. Молекула санын тап дейді. Молекула саны n ол бізде. Масса берілсе, бірінші формула бойынша зат мөлшерін тауып аламыз. Масса бөлінген n1. 88 бөлінген 44. Ол 2 моль екен. 2 моль. Енді n табу үшін біз 6-шы формуланы қолданамыз. Мынау бізде бірінші формула болса, біз 6-шы формуланы қолданамыз. 6-шы формулада не болады? n тең n көбейтілген na. Дұрыс па? Сонда 2-ні көбейтесіңдер 6-да 0,2-ге оның 23 дәрежесіне. Ол бізде 12-де 0,4 болады, е? Оның 23 дәрежесі болады. Ол бізде мынау с деген жауапқа сәйкес келеді. С деген жауапқа. Енді вот осы. Молодцы. Барлықтарында дұрыс шықты деп ойлаймын. Барлықтарында дұрыс шыққан шығар. Примерно түсінікті ғой, ары қарай енді қазбалап жазбай қойық. Енді бұл жерде есептерде сендер не үшін, неден қиналулар мүмкін? Ол формулаға байланысты қиналулар мүмкін. Сондықтан да мен кейбіреулердің білмейтіндеріңізді қосымша ретінде жазып жібердім. Мысалы, азонның формуласын O3 деп жазасыңдар деген сияқты. Жақсы ма? Енді мынаны үй жұмысында бар сендерде, мен сондықтан бұларды тоқталмай ақ қояйын. Жалпы енді түсінікті деп ойлаймын,